етіс есімше, көсемше. Залог причастие, деепричастие. Іс-әрекет, қимыл мен субъект және объект арасындағы қатынастарды білдіретін етістіктің категориясы етіс деп аталады. Залоги глагола выражают возможные отношения между действующим лицом и объектом действия. Өздік ұп, әп, п. Киінді, таранды, жуынды. Ырықсыз ыл, іл, ын, ын. Киілді, таралды, жуылды, салынды, әкелінді. Ортақ іс. Сөйлесті, ойласты, әкелісті. Өзгелік дыр, тыр, ғыз, қыз, ті. Жуғызды, жаздырды, айтқыздырды, кескіз, әкелдір, келтір, жүгірт. Есімге де етістікке де тән грамматикалық белгілерді қамтитын етістіктің категориясы есімше деп аталады. Причастие – это форма глагола, обозначающая принадлежность предмета к действию и имеющая признаки глагола и прилагательного. Өткен шақ. Ған, ген, қан, кен. Барған, келген, айтқан, кеткен. Келер шақ. Ар, ер, е. Барар, келер, айтар, кетер, бармас, келмес. Дағдылы атын, етін, итін, ушы, баратын, келетін, барушы, келуші. Мақсат мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек. Бармақ, келмек, айтпақ, көрмек, кетпек. Етістікке тән қимыл әрекеттің себебін, белгісін, сын сипатын көрсетіп тұратын категория көсемше деп аталады. Деепричастие – это форма глагола, обозначающая добавочное действие по отношению к основному действию. Өткен шақ. Үп, әп, п. Барып, келіп, оқып. Ауыспалы шақ. А, е и краткая. Бара, келе, ойнай. Мақсат ғалы, келі, қалы, келі. Барғалы, келгелі, айтқалы, кеткелі. Мезгіл ғанша, денше, қанша, кенше. Барғанша, келгенше, кеткенше. Шарт майынша, мейінше. Бармайынша, келмейінше, бермейінше.